Есек пен өгіздің хикаясы. Бір кісі Сүлейменге келіп, жануардың тілін үйретші депті. Сүлеймен, оны қайтесің? Басыңа бәле шақырады. Одан да үйіңе береке кіргізіп, шаңырағыңа шаттық ұялататын рухани ілім үйрен деді. Келген адам өзеуреп отырып алып, болмағасын Сүлеймен, үйретем. Бірақ жан баласына жақ ашпайсың. Ашсаң, ажалың жетеді деді. Келістім деді ол. Жан жануардың тілін үйреніп, үйіне келсе, есегі мен өгізі сөйлесіп отыр екен. Тыңдаса, есек өгізге: достым, халің нешік депті. Сұрама, достым, жұмыстан өлуге айналдым. Бір ақыл айтайын. Ертең жем берсе жеме, су берсе ішпе, сүйресе тұрма. Зорыққан екен деп жұмыстан босатады сені. Өгіз есектің тілін алып, ертесіне жатып алды. Иесі өгіздің орнына есекті 3 күн аямай жұмысқа жекті. Есек әбден қалжырап үйге келсе, өгіз рахаттанып жатыр екен. Есек көзіне жас алып, өтірік жылады. Өгіз: ей достым, неге жылайсың деп сұрады. Есек: өгіз, сені қимай тұрмын. Иеміз, ертең өгіз жұмысқа жарамаса, оны сойып, етін садақа етіп таратамын деді. Соны уайым қылам деді. Өгіз шошып кетті. Жалма-жан атып тұрып, жем шөпті жеп қойды. Ертесіне жұмысқа қайта жегілді. Бір күні шай басында есек пен өгіздің әңгімесі иесіне түсіп, иесі мырс етіп күліп жіберді. Әйелі: неге күлдің деді. Ері айта алмайды, айтса өледі. Әйелі сол замат қитығып қалды. Сол күннен бастап күйеуіне қырсығып, бүк түсіп теріс қарап жатып алды. Күндіз күйеуіне шай да бермеді. Туыстары келсе қабақ шытып, қонақ келсе күңкілдеді. Отбасының берекесі кетті. Күйеуі бүйтіп қор болғанша айтып өлген жақсы деп ойлады. Далаға шықса, иті қоразға қарап үріп тұр екен. Ей қораз, несіне мәзсің? Иеміз өлейін деп жатыр. Ол өлсе күніміз қараң. Байын бездірген қатын малын бездірмей ме деді қораз. Сауап, оған сол керек. Пайғамбардан өзіне қатысы жоқ ілім үйренгенше, қатын бала шағасын жөнге салатын білім үйренбей ме? Сонда бақытты болар еді. Енді бір әйелге әлі келмей, абыройсыз өлетін болды деді. Қораздың сөзін естіп, иесі есеңгіреп қалды. Қателігін түсініп, Сүлеймен пайғамбарға қайта бар, одан отбасы тәрбиесін үйреніп